1923 жылы қазан айында Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен Сейфуллин Орал қаласына іс-сапармен келеді. Облыс орталығында қазақша білім беретін бірде-бір мектептің жоқтығы Сәкен Сейфуллинге мектеп ашу туралы ой салады. Сол келген сапарында Сәкен Красный Урал газетіне мақала жазып, білім беру мәселесіне көп тоқталады және қазақ мектебін ашу туралы ұсыныс тастайды. Сол ұсыныстың нәтижесінде 1924 жылдың қазан айында губернаторлық атқару комитетінің көмегімен Орал қаласында 7 жылдық мектеп пен жатақхана ашылады. Келдің бе балам? Отыр. Жол алыс. Анау анаңның дайындаған ас суын алдың ба? Балам, сен неге қалаға алып келе жатыр деп ойлайсың? Зейінің ашылсын, саналы азамат болып ер жетсін деген ой ғой менің. Анау Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен ағаң келіп, қазақтың қара көздері де Оралда білім алсын деп мектеп ашыпты. Сен де сонда оқы. Жатақханалар бар екен. Сағынсаң келіп тұрамыз. Алаңдамай жатып сабағыңды оқы. Жарай ма? Жарайды, әке, сеніңді ақтаймын. Осылайша Оралда алғаш рет ашылған қазақ мектебіне Гурьев, Илецк, Калмыкова, Жымпиты және тағы басқа уездердің балалары келіп оқыды. Мектептің ең алғашқы директоры болып Хусни Муньянов есімді азамат тағайындалады. 1925 жылдың 16 сәуіріндегі Қызыл ту газетіне тұңғыш рет Оралда 7 жылдық мектеп-интернат ашылғаны және жергілікті бюджеттен 13.500 сом бөлінгендігі туралы мақала бар. Мақалада мектептің ашылу мақсатын бірнешеге жіктейді. Бірінші, қазақ балаларын өз ана тілінде оқытуды жақсарту. Екіншіден, шалғай ауылдарда тұратын жұмысшылардың балаларын интернатта жатқызып, білім алуына мүмкіндік жасау еді. Сөйтіп, 1933-34 жылдары Оралдағы тұңғыш қазақ мектебінің алғашқы түлектері үлкен өмірге жолдама алды. Содан бері Сәкен ашқан мектеп қаншама шәкірттің бағын жаққан қасиетті қара шаңыраққа айналды. Ауыл балаларын оқытып бастаған шағын мектеп тамырын тереңге жайды. Қазақстанға нөмірі 11 мектеп ретінде танымал болған білім ордасы қабырғасынан КСРО халық артисі Роза Жаманова, ақын Ақштап Бақтыгереева, сенат депутаты болған Бірғаным Әйтімова, жазушы Қайырбек Тұрғанов, генерал-майор Талап Қабденов, Қазақстанның халық артисі Кеңес Жұмабеков сынды талай белгілі тұлғалар түлеп ұшты. 11 мектепте оқыған ұлда қызда ерекше болды. Ол мектепті бітіргендер жан-жақты болды. Алысқа кетіп жатты аты. Мәскеуге де барып оқуға түсетін болды. Новосибирге де барып оқуға түсетін болды 11 мектепті бітірген бала. Одан кейін басшылары қандай болды. Самарқанов деген кісі болды. Соғыс көрген. Бүтін баланы таниды. Марима Майына күні кеше кетті өмірден. Ойпырмай білмеймін, осы өзінің үйінде не болып жатқанын ойламайды, біздерді ойлайды. Және біздер Олимпиада бірдеген қатысқанда Оралдағы бүтін мектептің алдында тұрамыз ғой. Ұлттық тәрбие бізде бойымызға сіңіріп көрсетті. Үлкен түскелау керек екен. Бір класс жоғары болатын болса, аға дейтінбіз біз, апа дейтінбіз. Өткен бір қарананда асқаннан ішінде бөліп жедік қой. Бір қазаннан тамақ ішіңдер, сендер бәрің бауырларсыңдар деп үйретті. Біздің ініміз болады, сіңліміз болады, апамыз болады. 11 мектептің дәстүрі. Солай бөліп береді, бекітіп. Мысалы, мынау бала сенің інің болады. Сен оны күнде қарайсың, сабағын, жағасын, жағдайын, ертеңгі киіміне дейін тексеріп келіп жатасың. Міне осындай бір-біріне деген бауырмалдық менің кезімде 11 мектепте ерекше болды. Ал сонан кейін тағы да ағаларымыздың бір керемет қасиет. Кешке қарай жатамыз ғой. Жатқан кісі келіп, оқыған кітаптарын
Жюль Верннің романдарын біздерге. Джек Лондонның анау ағазуын Белый Грек. Соның бәрін оқып, соны бізге әңгімелеп беретін. Міне, Сәкен мектебінің шәкірттері бүкіл қазақ даласына оның түкпір-түкпіріне азаматтығымен, парасаттылығымен, ұлтжандылығымен танымал. Мектеп даңқымен мерейінің өлшемі уақыт емес, оның шартарапқа шұғыладай тараған өнегелі шәкірттері. Олар бір атаның балаларындай тату. Бұның бәрі мектеп ұстаздары мен тәрбиешілердің аяулы алақандары мен мейірімдерінің нәтижесі. Сәкен мектебінің шежіресіне шолу жасасақ, 1933-34 оқу жылында мектептің алғашқы түлектері 7 класты аяқтап, өмірге жолдама алды. 1936 жылы мектеп Қазақстандағы 3 орта мектептің бірі болу дәрежесіне жетті. 1964 жылы Орал облыстық атқару комитеті Қазақ ССР министрлер кеңесінің қаулысы бойынша мектептің 40 жылдығына Сәкен Сейфуллиннің есімі берілді. 1991 жылы мектеп-интернат лицейі атанып, 3 тілде оқытатын кешенге айналды. 1999 жылы мектеп дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық қазақ мектеп-интернат кешені мәртебесін алды. 2007 жылы мектеп 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық қазақ мектеп-интернат кешені болып атанды. Ал 2020 жылы мектеп дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты болып қайта қалыптасты. Мектептің 100 жылдық тарихында талай қазақ баласы білім алды. Ал әр жылдары мектепке Хусни Мунянов, Сәрсен Ахмурзин, Жәлел Самраханов, Мариям Мамайқызы сынды білікті басшылар жетекшілік етті. Бұл мектептің негізгі бұрыннан бір қалыптасқан педагогикалық ұжымы бар. Жұмысқа жігерлі, істегісі келеді деген бір ұғым болды. Енді ол кезде Совет үкіметінде 1 май, 7 ноябрь аталып жүрді. Бұл сонда мектеп көшті бастап жүрді, парадтарды. Осы басшылардың салған сара жолын жалғастырып, мектептің алдыңғы қатарлы білім ордаларының біріне айналуына Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері ерен еңбегі үшін және Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдардың иегері Ерсайын Сапаровтың жасаған қызметі ұшан теңіз. Коллектив менің өмірдің маған қойған талапты үкіметтің түсіне білді. Мектеп коллектив мені тәрбиеледі. Мен оларды тәрбиеледім. Мұғаліммен баламен мақтанышта болған кісімен. Ерсайын Қадырлы келгеннен кейін ол кісі алғашқы педагогикалық кеңесте мектептің оқу тәрбие жұмысын туралы айтқанда, сол оқу тәрбие жұмысына Сәкен Сейфуллиннің өмірі менен шығармашылығын кең көлемде байланыстыра өткізулеріміз еш уақытта оны бөлмеуіміз керек екенін тапсырды. Ол бір ғана мектепті басқарып қоям деген жоқ, мектепті басқара отырып, оны түрлі мәселелері менен даму жолдарына үлкен жоспарларын құра отырып, сол жоспарға жету үшін жан-жақты ізденді. Көптеген жаңа жобалар ағайдың кезінде келді. Талап қоя білді ғой. Сол талапты қойып, және оны орындата да білді. Ол талаптың ұстаз үшін, балаға білім беру үшін керек екенін біздер түсіндік. Мектепте үлкен ұлағатты ұстаздар болды. Сол ұстаздар бізге 11-ші мектептің ережесін, 11-ші мектептің статусын бәрін түсіндіре білді ғой. Біз еш уақытта да дұрыс айтылған сынға ренжігеніміз жоқ. Ешкім қаржымен санасқан жоқ ол уақытта. Біз сабағымызды бере отырып, түстен кейінгі қосымша сабақтарды ешбір ақысыз пұлсыз қосымша сабақтарды өткіздік қой. Сондағы біздің барлығымыздың мақсатымыз алдымыздағы баланың білімді болуы. Бала сол берген білімімізді алса екен дедік. Өткені өнеге, іргесі ізгілік, керегесі кемел игілікті істерге толы Сәкен мектебі 100 жылды артқа тастап, жас ұрпақтың сапалы біліммен саналы тәрбие алуына үлесін қосып келеді. Өзінің өсу өркендеу жолында талай қиындық пен табысты сәттерді бастан кешіре отырып, бүгінгі тәуелсіз елдің талантты балаларын оқытатын мектеп дәрежесіне дейін көтерілді. Сәкен мектебінің ұстаздары саяси сауатты, жан-жақты білімді. Мұнда әр оқушының жеке ерекшелігін ескеру, қарым қабілетін ұштау, соған қолайлы жағдай туғызу бірінші орынға қойылған.
сондай-ақ зердесін жан-жақты дамыту, оқушының өз бетімен ізденісіне жол ашу, өзіне тән дүние танымын қалыптастыру мектеп мұғалімдерінің басты мақсаты. 11 мектебі біздің облысымыздағы қазақ мектебінің флагманы, көшбасшысы, шын мәнісінде де. Әсіресе сол кезде өтетін республикалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі семинарлар бәрі 11 мектепке тіреліп тұрды. Әрбір мұғалім бір тұлға болды ғой оларды. Дарындық мектептің өзі атағын өзі жеңіп алды. Мен дарынбай айтып сұраған жоқпын. Балалардың олимпиадаға қатысуы, мұғалімдердің жоғарылаған, мұғалімдердің деңгейінің көтерілімі, мұғалімдердің тәрбие жұмыстарына, жоғарғы республикалық іске қатысуына байланысты бұл өзінің өзі дарын болуына үлесті. Мектеп лицейден. Болашақта мектепті ұлттық мектеп ретінде көргім келеді. Білімі жаман деп айта алмаймын. Мектеп қазір күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бірақ бұл мектеп әуелден де өз эстетикалық жағынан, тәрбие жағынан алда жүрген мектептің береді ғой енді. Қанша министр келсін, қанша кісі келсін, бұл мектептен аттап кеткен ешқандай үлкен қонақтар болған жоқ. Бұл абырой мектеп үшін. Мектептің жетістігі ұстаздың еңбегіменен баланың білсем, үйренсем деген талпынысынан. Бала талпынбаса, бала ізденуге құштар болмаса, білім алуға құштар болмаса, онда мұғалім еңбегі зая кеткен болар еді. Мінекей сондай арадағы түсіністік, бір-біріне деген жақындық, достық қарым-қатынас деп айтуға болады. Соның барлығы мұғалімнің үлкен жауапкершілікті сезіне білуінде. Ағайдың кезінде ең бірінші мына ұстаз үздік педагог конкурсы шыққан кезде ең бірінші болып сол мектептің мұғалімі бірінші үздік педагог болды. Келесі жылы, екінші жылда осы 11 мектептің мұғалімі, үшінші жылда қатарынан 11 мектептің 3 педагогы республикалық үздік педагог гранттарын жеңіп алды. Бүгінгі күні ағайдың 3 педагогының артынан 2 педагог ілесіп 5 үздік педагог шығып отыр республикалық деңгейде. Біз мақтанарлық нәрсе Батыс Қазақстан облысының білім саласына қосқан зор үлес деген үлкен қолдау облыс әкімінің тарапынан көрсетіліп жатыр. 2 жыл қатарынан 11 мектептің педагогтары ие болды. 30 жылдың үстінде мектебінде жұмыс жасаған математика пәнінің мұғалімі Қазиқанов Серік Меңдіғалиұлы өткен жылы Қазақстан Республикасының құрметті еңбек сіңірген ұстазы атағын алудың өзі, бұл біздің облыс үшін екінші наградын алу болды, марапатталу болды. Оның өзі де мінекей сол жылдар бойына қалыптасып келе жатқан, бір жүйеде жүргізіп келе жатқан педагогтардың кәсіби жағынан баланың қазіргі таңдағы сұранысына ие білімді тәрбиені бере алуды көздеген ұстаздардың шан тегіз еңбегі. Уақытпен өлшенбейтін еңбектің нәтижесінде Сәкен мектебінде тәрбиеленген шәкірттердің алды болашақ бағдарламасына сәйкес шетелдің жетекші жоғарғы оқу орындарында білім алып, еліміздің әр жерінде табысты еңбек етуде. Сонымен қатар мектеп ұзақ жылғы білім мен тәрбие беру жолында есімдері көпке танымал азаматтарды, ғылым мен өнер жұлдыздарын, қоғам мен мемлекет қайраткерлерін түлетті. Ал осы жастардың таза жүрегіне ұлттық рух құйып тәрбиелеген олардың екінші шаңырағындай болған бұл мектеп жанындағы интернат еді. Интернатта біздің Есенгелді ағай деген ағайымыз болды. Интернаттың директоры өте қатал, кәдімгі өзіміздің әкелеріміз сияқты ұрысқан кезде жаныңды қуырып жіберетін, бірақ бір мейірімі түссе өзінің баласында маңдайынан сипап отырып ақыл айтатын. Ол кісінің өзі де біріншіден мінезді адам, былайша айтқанда шамалы баланы тезге салып отырып кәдімгі тәрбиелейтіндей бір әлеуеті бар адам. Бір ғана методын айтайыншы. Ол кісі келе жатқанда ана жерде тұрады, міне осындай міне қазақтың әдемі жігіттері міне. Ертең ұлттың көшбасшысы болатын осы азаматтар, ел басқаратын осы азаматтар деп әуел мақтап алады, төбен көкке бір ел жетпей қалады, сосын жайлап айтады, мына жерде сендер былай істепсіңдер, оны былай істемеңіздер, былай істеңіздер деп. Бір жағынан сенің жаңағыдай намысыңа тиетін сөз айтпайды, сенің жаңа жігеріңді құм қылып жасытпайды. Керісінше саған үміт сыйлап, және өзіңді де үміттендіріп, сөйтіп отырып баулайды. Ол тек қана білім беру емес, тәрбие беру ісінде қатар алып жүрді. Білім туралы заңға тәрбие мен білім егіз деген норма енді осы уақытта енгеніне бір 10 жыл болмады. Ал бірақ 11 мектепте ол ықылым заманнан бері жолға қойылды. Интернатта жаңа өзінен кейінгі жастарға жаңа шептікке алады дейді.
Яғни, мысалы менің үлкен жоғары класстар, 11-ші класстар, сол как менің ағам сияқты, соны менің сабағыма да қарайды, тәрбиеме де қарайды, киіміме де қарайды, тазалығыма да қарайды, сөйтіп бір-бірімізді сөйтіп тәрбиелейтін жақсы дәстүр болады. Бұл менің өзім бауырым. Сен оны танымайсың, бұл басқа ауылдан келген бала, бірақ саған бөліп бергеннен кейін сен соған жауапты боласың. Тәрбиесіне, сабағына көмектесесің. Тәрбиесі берілген білім білмемес дейді оны. Деп оны жақсы білеміз. Сондықтан да ең бірінші тәрбие керек. Сосын әр баланың мінезі әртүрлі. Осы балалардың мінезін біріншіден зерттеу керек. Міне, шәкірттері тек қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын Сәкен мектебі тек білімнің ғана емес, тәлім тәрбиенің де ордасы. Мектептегі білімді де білікті, тәжірибелі ұстаздар талай тұлғаларды түлетті. Сөйтіп Сәкен мектебі республикадағы білім беру сапасы бойынша көш бастап тұрған алдыңғы қатарлы мектептердің бірі болды. Оқушылар мектепке емтихан арқылы қабылданып, өзі таңдаған бағытта тереңдетілген білім алады. Бұдан бөлек мектепте қосымша сабақтар, ғылыми жобалар байқауы, спорттық үйірмелер, тіпті Сәкен мектебінің өзінің өнер мектебі бар. Балалар білмен өнерді қатар ұштастырып отыр. Олар домбыра, қобыз, баян, фортепиано сынды аспаптарды меңгеріп шығады. Ал тереңдетілген сыныптарда жай мектептерге қарағанда сағат саны көп. Гуманитарлық сыныптар қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын, тарих пәндерін тереңдетіп оқытса, химия, биология, физика, математика бағытындағы сыныптар жаратылыстану, математика пәндерін көп оқиды. Республикадағы ең үздік мамандандырылған білім беру ұйымы қатарына енген Қара шаңырақта күні бүгін 1000-ға жуық шәкірт тәрбиеленуде. Ал аға буынның ізін жалғастырып келе жатырған 107 педагогтың 72-сі пән мұғалімдері, 11-і кураторлар. Оны тәрбиеші болса, біліммен қатар өнерге баулып отырған өнер мектебінде 15 педагог еңбек етеді. Педагогтардың 10-і педагог шебер, 32-сі педагог зерттеуші, 10-і педагог сарапшы, 12-сі педагог модератор біліктілік санатына ие. 10-і педагог болса, білім ошағында 19 магистр бар. Үздік педагог атағының иегерлері Мыңбаев Аянбек Әділгерейұлы, Шоңбаев Жеңіс Меңдіғалиұлы, Мұсағалиева Гүлмирам Қуанышқызы, Қазиханова Эльмира Бейсенбайқызы және Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағының иегері Қазиханов Серік Меңдібайұлы. Облыстық үздік педагог атағының иегерлері Байженова Ақерке Орынқызы, Опиев Тархан Жайшылғұлы, Әлмұхан Асқар Сатыбайұлы, Имашева Динара Иманбайқызы секілді ұстаздардың тынымсыз еңбектері бағаланды. 2020-2021 оқу жылдары аралығында мектептің 10 түлегі алтын белгі иегері атанса, 2021-2022 жылы 7, 2022-2023 оқу жылында 6 түлек алтын белгіні қорғап шықты. Соңғы 3 жылда мектептің 191 түлегі грант иегері атанып, өз таңдаулары бойынша еліміздің жоғарғы оқу орындарына түсті. Ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы бойынша Сәкен мектебі республика бойынша үздік деп танылған 100 мектептің ішінде 2-ші орынды иеленіп, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің ең үздік жаңашыл мектеп атағы берілді. Ғасыр бойы сан түлекті қияға самғатқан, оқушыларды ізгілік пен адамдыққа тәрбиелей отырып, қоғамға белсене араласатын, еліміздің болашағына өз үлесін қосар, жеке тұлға тәрбиелейтін Сәкен мектебі бүгінде терең біліммен тағылымды тәрбие ошағы, мәртебелі білім беру ұйымы. Мінекей осы бағытта 11-ші мектеп күні бүгінге дейін қызмет атқарып келе жатыр. Жалпы 11-ші мектеп туралы айтқан мезгілде оның басшылығы, оның ұстаздары, оқушылары, мектеп бітірген түлектері туралы ойға алған кезде менің ең бірінші көкейіме тұратын сөз ғылым үйрен, нұрға толсын кеудең жас деген Сәкен Сейфуллиннің бір жақсы сөзі бар. Сол ойға келеді. Өйткені бұл мектепте үйренсем, үйретсем, жұмыстансам, болашаққа бір тұлға ретінде адам қалыптастырып шығарсам деген сияқты ортақ мүдде, ортақ мақсат бар. Қай-қайсынан да. Бала үйренсем дейді, мұғалім үйретсем дейді, басшылық бір жетістікке жеткізсем деген сияқты 3
тұғырлы бір табанды мақсаттың аясында жұмыс істейді. Орал қаласында тұңғыш қазақша білім беріп, ғылым негізінде бастау болған ұлттық мектептің өмір жолы мен өсіп өркендеу тарихын бір хабарда айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ мектеп қабырғасында сіңірілген білімнің негізі әр шәкіртінің өміріне азық болғандығы анық. Бізді осы үлкен өмірде адаспай жүрген болсақ, бұл шын мәнінде де осы 11-ші мектептің үлкен тәрбиесі. Содан кейінгі бізді осы бойымызға, емес қанымызға дейін сіңіп кеткен бауырмалдық осы мектептен үйретті. Жалпы өмірімде қарым-қатынас жасау, адамға құрмет көрсету, адамға деген өз ойыңды түсіріп айту, жеткізу, және қалайда мына елге жанашырлық, патриоттық сезімді менің үйренгенім сол пансион. Бұл мектептің тәрбие мен білімнің шыңы деп бағалаймын. Себебі жаңа осы қазіргі таңда өмірде қандай да бір жетістікке жетіп жатсақ, бұл жерде мектептің 80-90%-ға дейінгі тәрбиесі бар деп айта аламын. Мына қоғамдық жұмысқа араласу, қоғамдық жұмысқа мән беру, соның бәрі де сол мектептің арқасында. Айналамда сол пансион бітірген мына дипломатия жұмысында, министрліктің жұмысында да, басқа қоғамдық жұмыста да оралдықтар бар. Қай жерде жүрмесе де пансионның балалары болса, мен кәдімгі өзім туғанымдай көрем. Қарап отырсаң, баяғы мектептің бір қазаннан тамақ ішкен балалар, бір үйдің балалары, бір шаңырақ астында тәрбиеленген, сондай бірін-бірі солай сезінеді. Тіпті кіші кластың балдары менің интернаттағы ағам, менің интернаттағы апам жатақханада қатар жазған. Я болмаса менің бір бөлмеде оқып бірге жатқан, осындай 5 жыл жатқан, 6 жыл жатқан бауырларымыз деп, осылай бірін-бірі сондай бір бауырмалдықпенен. Ол тіпті 11-ші мектептің бітірген қай жылғы балалары болса да ұл-қыздарының өмірінде сақталған, соларға қалыптасқан, ол да бір тәрбиенің жетістігі деп есептеймін енді. Олар еш уақытта бірін-бірі қиналса, еш уақытта бірін-бірі тастамайды, бірін-бірі тауып, соған сүйе біледі. Бір жерге барып кездессең, 11-ші мектепті бітірген генерал отырады, Қабденов деген мысал. Бір жерге барып кездессең, физик отырады, кандидат наук. Бір жерге барсаң, химик отырады, кандидат наук, ученый. Қайдансың десең, Оралдың 11-ші мектебі. Бұл бір қасиетті, қастерлі білім ордасы. Соның сол беделін түсірмесе екен деп тілеймін. Соның сол кездегі мықтылығын қазіргілер білімді кезде, еркін кезде ұстаса екен. Әсіресе қазір енді егемендік алған ұлттың ұрпағы қазір қай жерде де мен қазақпын деп кеудесін соғып сөйлейтін батыл ұрпақ өссе екен деп тілеймін. Сол бұрынғы бастапқы өзінің деңгейін түсірмесе екен, ой, Оралдың 11-ші мектебі бар дегізсе екен. Мен соған сондай тілекшімін. Және жеткіншектер, ой, бұлар Оралдың 11-ші мектебінде оқыған ғой, бұлар ерекше ғой деп тұрса екен. Қызы да, ұлы да жаңағы өзім армандаған ару қыз саналы ұлдың ұясы болса екен. Өткен Сәкен Сейфуллин сонау түгі жоқ кезде Оралдан жалғыз қазақ мектебін ашқан ғой. Әрине интернаттағы достарыммен мен әлі күнге дейін араласамын. Өйткені күндіз-түні біз бірге болдық, бауырдай болдық. Әлі күнге дейін бір-бірімізге қолдау көрсетеміз, әлі күнге дейін бір-бірімізбен хабарласып тұрамыз. Интернаттағы Есенгелді ағайдан бастап, Гүлнар апай, Балғыныс апай, алғашқы келгендегі менің ұстазым болған Нұрбек апай. Осы кісілердің әлі күнге дейін есімдері, осы кісілердің айтқан, үйреткен бізге тәлімі, тағылымы үлкен бір мектеп болды бізге. Мектептің атын шығаратын зиялы, ақылды, беделді адамдар көп болсын мектебімізде. Бұл мен ойымша мұғалімдердің арманы ғой. Мектептің осы абыройын, атағын жоймай, бізден кейінгі ұстаздар соны жалғастырса екен деген ойымыз бар. Сол балаларды білімді қылып шығарса екен деген ойымыз бар. Ол үшін ұстаздар қауымы үлкен еңбек ету керек қой. Менің альма мектебім, альма-матер дейді ғой, маған жол ашып берген, маған ең жоғарғы деңгейдегі білімді берген,
және тәрбиені алған осы әке-шешемнен басқа, отбасымнан басқа осы пансион 11-ші мектеп. Сіз білесіз бе, сонда мен бірінші баламды сол мектепке деген тағзымым сол баламның атын Сәкен қылып деп қойдым. Маңдай жарқыраған әуелде маңдайында бақыты бар мектеп деп есептеймін мен 11-ші мектепті. Сәкен ағамыз айтады ғой, біз қаладық қиындықпен іргені, біздің тілек кейінгілер кіргені деп. Міне сол 100 жыл бойы кейінгілер кіріп, бітіріп келе жатыр. Халқымыздың керемет азаматтар шығып жатыр, ұл-қыздар. 11-ші мектептің осындай болашағы алда, бәленбай мыңдаған жылдар, жаңағы бәленбай жүздеген жылдар әлде жаңара берсін, жақсара берсін. Кезінде еңбек сіңіріп ашқан қоғам қайраткері, ақын жазушы Сәкен Сейфуллиннің тілегі орындалып келе жатыр. Сол кісінің бағыты деп есептейміз. Мыңда бір рахмет айтамыз, тағзым етеміз. Балаларға әр уақытта да соны басшылыққа алуды үйреттік, солай бола береді деп есептейміз.